Қазақстан кейінгі жылдары цифрлық инфрақұрылым жағынан Қытайдың технологиялық өнімдеріне иек артып келеді. Азаттық радиосының жазуынша, елде қазір 10-даған мың бейнебақылау камерасы орнатылып, бірыңғай цифрлық идентификация және жасанды интеллектке негізделген жүйелер енгізіліп жатыр. Бірақ мұндай жүйелер биліктің бақылау тетігіне айналып, азаматтардың еркіндігі мен жеке өміріне нұқсан келтіруі мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстан қытайлық технологияға тәуелді болып қана қоймай, Қытайдағы цензура үлгісінде көшіру мүмкін. Елде кеңінен қолданылып жатқан Hikvision және Dahua секілді қытайлық компаниялардың өнімдері ақш санкциясына іліккен. Оларға Пекин билігіне ұйғыр және өзге мұсылман азшылықтарын қудалауға көмектесті деген айып тағылған. Азаттық радиосы Қытаймен жасалған келісімдердің нақты мазмұны мен шарттары ашық жарияланбайды дейді. Ал 2025 жылы қытайлық Jiji Networks компаниясының 100 мыңнан аса құжаты тарағаннан кейін Қазақстанның Қытайдан интернет цензура мен бақылау жүйесін сұрағаны анықталды. DigiSilk жобасының зерттеушісі Оюна Балдакованың пікірінше, мемлекет азаматтарды қадағалау мүмкіндігін күшейтіп келеді, ал толық цифрландыру үшін елде мамандар мен инфрақұрылым жеткіліксіз.